Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен блинни дайындадым. Үй жағдайында жасауға болатын. Әрқашан осы рецептпен жасасаңыздар, әрдайым өте тәтті блинни құймақтар дайын болатын болады. Алдағы уақытта менімен бірге жасап көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Ал онда кеттік. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға 3 қасық қантымызды қосып, венчикпен немесе шанышқымен араластырып алатын боламыз. Қантты өздеріңіз қалағанша қоссаңыздар да болады. Әбден араластырып алған соң, үстіне біз тұз қосамыз. Тұз қосып әбден араластырып, оның үстіне ситодан өткізілген ұнды асастан қосып, оның үстіне жылы сүтімізді құйып, екеуін кезектесіп араластыра отырып құйып отырамыз. Тағы да бір үндеу жолдағым келеді сіздерге. Қазақтың ютубы дамысын десеңіздер, осындай тәтті рецепттерді үйде отырып жасауларыңыз келсе, менің ютуб каналымды қолдап жіберіңіздер. Подписка, лайк, коммент жазып отырсаңыздар болды. Консистенциясы осында болу қажет, сәл қаймақ сияқты қою болады. Оның үстіне біз кипяток суымызды құямыз. Міндетті түрде кипяток болу қажет, сәл ысып тұру керек. Оның үстіне біз майымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Сіздер ұндарыңызға қараңыздар, қоюлығы қаймақтан сәл сұйық болуы қажет. Осы кезде табамызды қыздырып, оның үстіне майымызды жағып алып, құймағымызды құйып пісіріп алатын боламыз. Яғни біздің құймағымызда тесіктер пайда болған соң аударуға болады деген сөз. 2 жағын осылай пісіріп аламыз. Керемет болып шығады. Әрдайым менің рецептімен жасап отырсаңыздар, міндетті түрде шығатыны сөзсіз. Ол үшін мен YouTube каналыма кіріп, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мені қолдасыңыздар. Әрдайым тәтті рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Жаңыл Үзден қызы, тәтті шай, астарыңыз дәмді болсын.